иман келтірген адамдардың барлығы бірін-бірімен ағайын туысқан. Расында намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Біз Құран Кәрімді оқуымыз керек, оны түсінуіміз керек, және соны өмірімізге сіңдіруіміз керек. Дін мен тіршілік ешқашан бөлінген емес. Біздің тіршілігімізде құлшылық, біздің намазымызда құлшылық. Ата-ана бұл жәннаттың қақ ортасындағы қақпасы. Қаласаң оны ұстап қал, қорғап қал, қаласаң оны жібересің. Елін және жерін қорғау әрбір перзенттің отан алдындағы борышы, парызы болып саналады. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұхтарам жамағат, Аллах Субхана Тағала бүгінгі қасиетті күндегі жасап жатқан тілек дұғаларымызды, орындап жатқан құлшылықтарымызды, атқарып жатқан ізгі амалдарымызды қабыл етсін иншалла. Ислам дінінің адам баласына жер бетіндегі түсірілімдегі мақсаттарының бірден бірі ол адамгершілік қасиетті дамыту, көркем мінезділікке тәрбиелеу, адамгершілік құндылықтарды дәріптеу үшін жіберілген екен. Оған дәлел Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде «Бу'исту ли утаммима макаримал ахлақ». Ақиқатында менің пайғамбар болып жіберілуімдегі бірден бір мақсаттың бірі ол көркем мінезділіктерді толықтыру үшін, соны кемелдендіру үшін жіберілдім дейді. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Ад-дину хуснул хулуқ». Дін деген ол көркем мінезділік, дін деген ол адамгершілік деп айтқан екен. Яғни ислам дінінің бірден бір мақсаты адам баласының бойындағы жақсы қасиеттерді арттыру, соған тәрбиелеу үшін келген екен. Яғни дініміз бір құлшылық жасауменен Алла Тағалаға иман келтіріп, құлшылықпен айналысу үшін ғана келмеген. Бәлкім барлық қоғамда да осы адамгершілік қасиетті арттыру үшін келген екен. Сол адамгершілік қасиеттердің бірі, көркем мінезділіктердің қатарындағы өте маңыздысы, мұсылманның бойынан табылу керек болған, мұсылманның бойында болуы қажет болған сипаттардың бірі ол уәдеде тұру, келісімін бұзбау екен. Яғни мұсылманмын деген пенде берген уәдесінде жасаған келісімінде тұру ол мұсылмандық белгісі екен. Мұсылманның бұл сипатта болуы міндетті екен. Оған байланысты Құранда Аллах Тағала Иса сүресінің 34-ші аятында айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ауфу бил ахди иннал ахда кана мас'ула». Уәде келісімдерді орындаңыздар, өйткені уәде беруден, келісім жасаған нәрселеріңізден сұраласыздар дейді Алланың алдында. Тағы бір аятында Аллах Тағала Саф сүресінің 2-3 аяттарында жалпы бір нәрсені айтып, орындауға қауқарсыз болған, құлшыныс танытпаған мұсылмандарға Аллах Тағала сын айтып былай дейді: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману лима тақулуна ма ла тафалун. Кабурат мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун». Я иман келтіргендер, неге сіздер істемейтін істеріңізді айтасыздар? Істемейтін істеріңізді сөйлеулеріңіз Алланың қасында зор ашуға себеп болады дейді. Яғни мұсылман пенде
бір нәрсені істеймін, немесе істеп беремін, атқарамын, орындаймын деп уәде берсе, ол нәрсесін атқаруы, орындауы уәжіп болады екен. Тіпті Алла тағаланың ардақты пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл уәдеде тұрмауды, келісімді бұзуды мұсылманның сипаты емес, бәлкім екіжүзділердің, мұнафықтардың сипаты деп келтірген хадистерде бар. Сол хадистерінің бірінде Абу Хурайрадан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Аятул мунафиқи талас, иза хаддаса кадиба, ва иза тумина хана, ва иза ваада ахлафа». Екі жүзділіктің сипаты үшеу дейді. Ол сөйлесе өтірік сөйлейді. Ол аманат тапсырылса, яғни аманатты алса, қиянат жасайды дейді. Және де уәде берсе, келісім жасаса, бұзады деп келтіреді. Тағы бір хадисінде, Абдулла ибн Амрдан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Арбаун ман кунна фихи кана мунафиқан халиса, ва ман канат фихи хислатун минхунна канат фихи хислатун минан нифақи хатта ядааха. Иза тумина хана, ва иза хаддаса кадиба, ва иза ахада гадара, ва иза хасама фаджара» дейді. Төрт нәрсе кімнің бойында болса, ол таза екіжүзділік сипаттар дейді. Ал сол төрт нәрсенің біреусі болса да, ол екіжүзділік сипатқа жақын дейді. Оны тастамайынша сол сипатта болады дейді. Біріншісі, аманат тапсырылса, қиянат жасайды. Бір іс жүктелсе, оны керісінше дұрыс атқармайды. Сөйлесе өтірік сөйлейді, келісім жасаса, уәде берсе бұзады, және де біреумен арыздас болса, өтірік куәлікке өтеді дейді. Яғни, бұның бәрі екіжүзділіктің мұсылманның бойына жат емес сипаттар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде тіпті уәдеде тұруды, келісімді бұзбауды мұсылман емес, басқа дін өкілі болған, жат жұрт болған адамдармен де сақтау керек екендігін бұлай деп жеткізеді. Амр ибн Абасадан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұлай деп айтқанын естідім дейді: «Мән кәна байнаху ва байна қаумин ахдун фәла яшудду ахдаху ва ла яхиллуха» дейді. Кімнің бір қауыммен арасында келісім, уәде болса, яғни соғыс аспау жайлы, бейбітшілік жайлы осындай уәде келісімдер болса, оны мұсылман қауымы бұзбасын. Олар оны бұзбайынша дейді. Яғни мұсылман адам жауының өзімен де келісім жасаса, ол уәдесінде тұру керек екен. Бұндай келісімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сирасында да келеді. Мекке мүшриктерменен, Мединенің иуди діндегі өкілдермен де келісім жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұл келісімдер, бұл уағдаласқан нәрселер тиімсіз болса да, мұсылмандарға да тиімсіз болса да, пайғамбарымыз және де оның сахабилері бұл келісімдерді өздеріне қолайсыз болса да бұзбай сақтаған. Ең соңында нәтижесінде пайғамбарымыз және де оның сахабилері бұл келісімдердің соңында үлкен жетістіктерге жеткені де баян етіледі. Баршамызға үлгі болған, бүткіл осы адамзат баласының ұстазы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның амалдары да біздерге үлкен өнеге. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні бір кісіге уәде береді.
осындай жерде осы уақытта жолығайық дейді. Пайғамбарымыз жарайды жолығайық, сол жерде кездесейік дейді. Пайғамбарымыз барса ана кісі жоқ. Содан сол уақытта бір күн болады. Екінші күні тағы сол жерде пайғамбарымыз табылады. Үшінші күні тағы пайғамбарымыз сол жерден табылады. Сол кезде үшінші күні ана пенденің есіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен кездесу, сұхбаттасу есіне түсіп кетіп, дереу сол уақытқа, сол орынға қарай жүгіріп келгенде пайғамбарымыз әлі күтіп тұр екен. Сонда, Алланың елшісі, кешіріңіз, есімнен шығып кетті дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сені бұл жерде 3 күннен бері күтіп жүрмін. Енді бұлай істемеңіз деп күлімсіреп қана жеткізген екен. Яғни уәдеде тұруда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте үлкен өнегелер жасаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады, маған мына бір 6 нәрседе істеуге кепілдік берсеңіздер, мен сіздерге жәннатқа кіруге кепілдік беремін дейді. Алланың елшісі, ол нәрселер не дегенде, сөйлегенде шындықты ғана айтыңыздар. Уәделеріңізді орындаңыздар. Аманатқа сенімді болыңыздар, қиянат жасамаңыздар. Ұятты жерлеріңізді жауып, оны сақтаңыздар. Көздеріңізді жаман нәрселерден аулақ ұстаңыздар. Қолдарыңызды арам болған, күнә болған нәрсеге салмаңыздар деп айтқан екен. Осы тұста ұлы бабамыз Абай атамыздың мына сөзі де еске келеді. Асыл адам айнымас, бір бетінен қайырылмас дейді. Яғни адамгершілігі түзу болған, мұсылмандық қасиеті бойында болған адам уәдесінде тұрып, айтқан нәрсесін орындап, ол нәрседен қайтпайды екен. Анас ибн Маликтен келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Анас ибн Малик бірінші айтады, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге уағыз айтты, бірақ өте бір қысқа қылып айтты, бірақ сөзді айтты дейді. Ол қала ла имана лиман ла аманата лаху ва ла дина лиман ла ахда лаху. Имам Ахмад риуаят етеді. Кімде кімнің аманаты болмаса, яғни аманатқа берік болмаса, оның иманы жоқ. Ал кімде кімнің уәдесі берік болмаса, уәдесі жоқ болса, уәдесі орындалмаса, оның діні де жоқ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатаң ескертіп айтқан екен. Бір дана кісі былай деп айтқан екен: афадул муруати халфул мауиди. Адам кершілік қасиеттің азаюы, ол нәрсенің бітіп таусылуы уәденің бұзылуынан басталады деп айтады екен. Қазақ атамыз осындай қасиеттіліктерді ескере отырып, жаным арымның садақасы, малым жанымның садақасы дейді. Сондай бір ұлағатты сөздер бар осы уәде сипатына айтылған. Қазақ атамыз айтады: екі сөйлеу ерге сын, айтылған сөз атылған оқпен тең, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деп осы уәде мәселесінде қатты сөздер айтқан. Яғни бұрынғы замандарда бұл сөздің бұзылуы, сөзінен айнуы нағыз адамгершіліктің ең төменгі дәрежесінде болған екен. Сондай бір мұсылман өлкелерінде уәдесін бұзып, бір сауда-саттық мәселелерінде орындамай кеткен жағдайлар болса, сол пенденің атын жазып базарға іліп қоятында кездер болған екен. Мына пенде, уәдесін бұзушы пенде, бұл пендемен мәміле жасамаңыздар деп те ескертеді екен. Енді ғұламаларымыз осы уәде, келісім, серт мәселелерінде екіге бөліп қарастырады, құрметті жамағат. Ол
пенденің Алла тағалаға берген уәдесі. Екінші, пенденің басқа бір адамдарменен жасаған, солармен келіскен уәделер екен. Енді Алла тағалаға берген уәде қандай болады? Біле білсеңіздер, әл-мисақ деген нәрсе бар. Ол уәде берген уақыт, уәде берген орын дейді. Бұрын аталарымыз мынандай сөз жаттататын: қашаннан мұсылмансың десе, әл-мисақтан мұсылманмын деп. Сол сөзді енді түсініп жатырмыз. Әл-мисақ деген нәрсе мына аятта келеді. Құранда Аллах Тағала А'раф сүресінің 72-ші аятында былай дейді: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Сенің Раббың Адам алейхиссаламды жаратып, соның белінен шығатын бір күн ұрпақтардың жанын, рухын жаратып, олардың бәріне бірден мен сендердің Раббыларымын ғой деп айтқан кезде, бәріміз бір ауыздан иә, сен біздің Раббымызсың, біз оған куәміз деп бәріміз уәде берген екенбіз. Яғни ең бірінші уәдеміз ол Алланың алдындағы уәдеміз. Енді Аллаға берген уәдеміз қандай екен? Алла тағалаға бізді жаратып, осы әлемге жоқтан бар етіп алып келген, біздерге рызық берген, өмір берген, денсаулық берген, мал мүлік, бала-шаға берген Алла тағала ұлы жаратушымызға біздер: я Раббым, сен ғана бізді жараттың, біз өзіңе ғана құлшылық етіп өтеміз, өзіңе ғана бойсынып өтеміз деп уәде берген екенбіз. Бірақ Аллах тағала сынақ ретінде бұл дүниеге алып келген кезде ол уәдені есімізден шығарған екен. Бірақ та Құранда Аллах тағала осы аятты келтіріп қайтадан есімізге салды. Енді пенденің пендеге деген уәдесі ол әртүрлі болады. Пендеге бір жақсы нәрселерде уәде береді, бір істерде уәде береді, сауда-саттықта уәде береді, кез келген нәрсеге пендеге уәде береді. Сол уәделердің ішінде ғұламаларымыз дәрежелерінде көрсеткен екен. Ең бірінші дәрежедегі орындалу керек болған уәде ол жаңағы жоғары жақта айтылған Алла тағалаға берген уәдеміз екен. Яғни бұл өмірге келіп, басқа бір нәрсеге табынбай, тек қана бір Аллах тағалаға құлшылық жасап, Аллах тағаланың бұйрықтарын орындап, қайт деген нәрселерінен қайтып, тыйылып қайтуымыз бұл Алла тағалаға берген уәдеміздің орындалуы екен. Ал керісінше басқа бір нәрселерден медет тілеп, солардан көмек сұрап, соларға табынып, Алла тағаланың айтқан нәрселерін орындамай, қайт деген нәрселерін орындап қарсы келуіміз Аллаға деген уәдеміздің бұзылуы екен, құрметті ағайын. Екінші, пенделерге берген уәделердің ішіндегі ең біріншісі ол қарыз мәселесі екен. Егер де біреуіміз бір мұсылман басқа бір мұсылманнан қарыз алса, осындай уақытта беремін, осылай қайтар беремін дейтін болса, бұл нәрсесі басқа уәделерден бірінші тұрады екен. Яғни қарыз уәдесі бірінші өтелу керек дейді ғұламаларымыз. Өйткені қиямет қайымда Алла тағала пендені барлық күнәларынан кешірсе, бірақ та осы дүниеде біреулерге қарыз борышы болса, Аллах тағала ол пендені жәннатқа кіргізбей тосады екен. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мезеттерде қарызы борышы болған пенделердің жаназасын оқымаймын, қарызы өтілмейінше деп сөздерде айтқан екен. Ең бірінші уәде ол қарыз алып беремін деген уәдеңізді орындау дейді ғұламаларымыз. Екінші маңызы бар уәде дейді, ол мынау үйленген кездегі некедегі уәде дейді. Ер мен әйел үйленген кезде разы болдым, осы семьямды сақтаймын, отбасымды сақтаймын, бағамын, қағамын,
ажырасу деген нәрсені ұмытамын деп некеде уәде берген болса, бұл нәрсеге де мән беру керек екен. Бұл жаңағы уәделерден кейінгі маңызды уәде болып есептелінеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған байланысты ахаққу шурути ан туафу бихи мастахлалтум бихил фуруж деп айтады. Сіздердің орындау керек болған шартты уәделеріңіздің бірі неке кезіндегі өзіңізге адал болмай тұрған бір жұбайды алып, оны аманат қып алған кезіңіздегі берген уәдеңізді орындау деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізеді. Келесі уәде ол қоғамымызда көп орын алып жататын, көптеген келіспеушілікке, араздасушылыққа апарып жататын бір нәрсе бар. Ол бір адам, бір кісі бір жұмысын аяқтау үшін, бітіру үшін басқа бір пендені жалдайды. Үй салу үшін басқа. Бірақ та оның жұмысы атқарылғаннан кейін еңбек ақысын, жалақысын бермей кешіктіреді. Бұл да бір күнәлардың бірі екен. Бұл да бір уәдеден тұрмау, уәдеден таю, келісімді бұзу, екіжүзділіктің бір сифат екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде, Абдулла ибн Омардан келген хадисте айтады: "А'тул ажира ажраху қабла ан яджуфа ирқаху" дейді. Өздеріңіз жалға алған, жұмыс еткен кісінің ақысын егер жұмысын аяқтаған болса, маңдайының тері қатпай тұрып беріп үлгеріңіздер дейді. Өйткені ол біреудің хақысы. Егер сіз біреуге жұмыс тапсырсаңыз, ол оны дереу аяқтаса, ол өз уәдесінде тұрған болады. Сіз оған келіскен ақшасын, құнын төлеуі сізге уәжіп болады. Қоғамымызда осы нәрсе көп кездесіп жатады. Жалақысын бермей, күттіріп, ең соңында жұмыстан қуып жатады. Немесе жұмысын аяқтап алып, өзі басқа жаққа тайып тұрады. Бұл нәрселердің бәрі мұсылманға жат нәрсе екен. Бұл нәрселердің бәрінде ол Аллах Тағаланың алдында сұралады екен. Қазір уағызымыздың соңында жалпы уәдеде тұрудың, келісімді орындаудың пайдалары, зияндары жайында тоқталамыз. Осы кезде де бұл мәселе қазір қозғалады. Ең соңғы уәденің бір түрі ол жұмыскерге қатысты. Бір істі мойныңызға алып, мен осыны атқарып беремін, сіз айтқандай, ойыңыздағыдай осыны орындаймын деп, құрылыс болсын, жазу болсын, сызу болсын, сауда болсын, кез келген мәміледе бір жұмысты мойныңызға алып, соны дұрыс атқаруыңыз уәдеде тұру екен. Ал енді оны дұрыс атқармай, бір шала-пұла істеп, сырт көзін дұрыс етіп қайтарып беруіңіз, сіз бұл жерде аманатқа қиянат жасау, уәдеде тұрмау сияқты жаман қасиеттерді істеген болады екенсіз. Сондықтан бұндай жағдайларда абай болуымыз керек екен, құрметті жамағат. Және де уәдеде тұрудың бір түрі, ол бір татулықта тұру үшін, ауызбіршіліктің артуы үшін, белгілі бір келіспейтін мәселелерді қоя тұрып, ара-жігіміз жақын болу үшін бір іске келіскен болсақ, сол нәрсені де сақтау, ол мұсылманның бір уәдеде тұру белгісі екен. Кейде арамызда келісіп жатады, біз осы мемлекетке бағынамыз, бұл халықтың салт дәстүрін сыйлаймыз, бұл халықтың ұстанған діни мектебін сыйлаймыз, құрметпен қараймыз, имамдарға бағынамыз деп айтып, уағдаласып, уәде беріп, бірақ іс жүзіне келген кезде
ісіне қарасаңыз, оның біреусін де көрмей жатасыз. Әрине, бұл да уәдені жалған қып беру, немесе сол уәдені бергеннен кейін уәдеде тұрмау сипатына жатады екен. Ал бұл сипатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл екіжүзділіктің белгісі, бұл нәрседен абай болыңыздар деп ескерткенін баршамызда есткен шығармауымыз керек екен, құрметті ағайын. Енді осы уәдеде тұрудың біз шариғаттағы мұсылманның мойнындағы уәжіп амал, мұсылманның бойынан табылу керек болған сипат екендігін, оның ислам шариғатындағы Құран хадистегі мағлұматтарға көз жеткіздік. Ата бабаларымыздың да бұл уәде деген нәрсеге қатты мән бергендігін, ұлағатты сөздерменен біздерге жеткізгендігін біз атап өттік. Және де уәденің ең бірінші қайсысы орындалу керек екендігіне тоқталдық. Енді осы уәдеде тұру, келісімді бұзбаудың бір пайдалары да бар екен. Ең бірінші пайдасы ол Алла тағаланың уәдесін бұзбау, ол пенденің имандылығына, тақуалдығына жетелейтін нәрсе болады екен. Және де ең соңы Аллах тағаланың сыйы, ол жәннатпен аяқталады екен. Құранда Аллах тағала осыған байланысты айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ман ауфа бима ахада алейхи фасауфа ю'ти ажран азима. Кім-де-кім өзі уәделескен, уәде берген нәрсесін орындаған болса, Аллах тағала оған зор табыс, нығмет береді дейді. Екінші, уәдесінде тұратын адам, ғұламалар айтады, адамдарға жақын болады, адамдарға сенімді болады, ісінде бір береке болады дейді. Кәсібінде табысты болады дейді. Яғни, әр адам өзінің ісіне, уәдесіне берік болып, айтқан нәрсесін орындайтын болса, ол өзінің ортасында, адамдардың арасында бір беделге ие, сенімді, абыройлы, жұмыстесуге, серіктес болуға таптырмайтын азаматқа айналады екен. Өйткені сол қасиет оны сол жетістіктерге жеткізеді. Тіпті осы уәденің сізге тиімсіз болса да, соңына дейін тұруыңызда Аллах тағаланың бір берекесін алып келеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоғарыда айтып өттік, Мекке мүшриктерменен, Мединенің басқа дін өкілдеріменен жасаған келісімінде пайғамбарымызға, сахабилерге тиімсіз болса да, олар соңына дейін уәдені бұзбай тырысып бақты. Ең соңында сол өзіне жау болған топтардың өзі уәделерін бұзып қойып, ең соңында жеңіліспен аяқталды. Сондықтан әр мұсылман қандай жағдайда болмасын, уәдесінде тұрса, уәдесін толық атқарса, осы нәрседе берік болса, Аллах тағаланың ол пендеге келетін нығметі, ол пендеге келетін жақсылығы мол болады екен. Және де уәдесінде тұрған адам, сертін бұзбайтын адамның қауіп қатері өміріндегі көре алмаушылық деген сияқты жаман нәрселерден сақ болады екен. Сондықтан құрметті ағайын, мұсылманның бойындағы бірден бір адамгершілік қасиеттің бірі ол уәдесінде тұру, сертін орындау, келісілген келісім шартын бұзбау. Бұл мұсылманның бойындағы жақсы қасиет екен. Аллах тағала осы қасиетте болуымызды, бұл қасиеттен арылмауымызды Аллах тағала нәсіп етсін иншалла. Алланың алдына берген уәдемізді орындайтын, адамдардың арасында беріп жүрген уәделерімізді толық атқаратын, абыройлы, адамгершілігі бол болған мұсылмандардан болуымызды Аллах тағала нәсіп етсін. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ва ахир дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا الله тағалам осы бүгінгі айтқан уағызымызға тыңдаған уағызымызға амал жасауымызды Алланың алдында өзіне лайық болған құлдардан болуымызды Аллах тағала баршамызға нәсіп етсін. Бирахматика архамар рахимин. Амин. Аллаху